Алматыға келіп, халықпен жұмыс барысында бір байқағаным, Заманбек Нұрқадиловке ел риза. Ол әкім болған тұстары қара халыққа, оның ішінде қазақтарға, бос жатқан жерлерге барып үй сала беріңдер, құжатын құрылыс біткеннен кейін жасайсыңдар деген кеңес берген. Әкімнің сөзін естіген халық қалаға жақын, бос жатқан аудандардан үй сала бастаған. Құрылыс біткеннен кейін құжаттарын туралатқан. Үйлі болған қазақтар Заманбекке осы ісі үшін риза. Тасмағамбетов түнгі сағат 3-те көлігімен қардың қалай тазаланып жатқанын аралап тексеретін деген аңыз қалған. Айтқанынан қайтпайтын, іскер әкім еді деген сөзді талай естіп жүрмін. Қазір қарап отырсам, елге жаққан екі әкімнің бірі бақилық, екіншісі Мәскеуде жүр. Елде болса пайдасы көп термеді. Елшілік деген Иманғалидың деңгейі емес қой. Жалпы келсек, жігіттердің бәрін ақырындап, ығыстырып, айтқанынан шықпайтындар билікте қалған сияқты. Бауыржан Серікбайдың Facebook парақшасында.